Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Гүлназ, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазақтың ұлттық тағамының бірі божа жасаймыз қазір. Оған қажетті заттар: май, жуа, қара бұрыш және тұз. Және де ұн қажет болады. Жуамызды алып бөліктерге бөлеміз. Қол блендеріне салып, уатып аламыз жуаның барлығын. Міндетті түрде үйден дайындап көріңіздер, күшті дәмді шығады. Және менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Қазір жуаны уатып болғаннан кейін майға салып, жақсылап араластырамыз және үстіне ұн саламыз. Қазір қанша ұн кететінін астына жазып кететін боламын. Бұл жерде мен майды көбектеп турап алдым. Жалпы етті атқыштан өткізіп алсаңыз да болады, өзіңізге ыңғайлысына қарай. Мен көбек-көбек қылып турап алдым. Ұнды салып болғаннан кейін бетіне тұзымызды саламыз. Тұзымызды салып болғаннан кейін қара бұрышты саламыз да барлығын жақсылап қолмен араластырамыз. Және содан кейін араластырып болғаннан кейін сочный болып шығу үшін су қосамыз. Суды құйғаннан кейін тағы да жақсылап араластырамыз да суымызбен араластырып болғаннан кейін бір жарты сағатқа қойып қоямыз, кішкене бір-біріне сіңу үшін. Содан кейін барып таптаза ішегімізді алып, дайындап қойған қоспамызды ішектің ішіне салатын боламыз. Таптаза алып ішегімізді жуып аламыз. Ішектің бір жағын байлаймыз, бір жағынан қоспасын салатын боламыз. Қоспаны салып болғаннан кейін екінші жағында байлап, суға салып, кастрөлге қайнатып аламыз. Божымыз әсіпке қарағанда кішкене жайып піседі, бір 3 сағаттай пісіріп аламыз суда. Бір қайнағаннан кейін божымызды зубочисткамен әр жерінен тесіп шығамыз. Біздің божымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлназ.